Трамп тағы да әдетіне басып, Ресейдің басқыншылық соғысына Зеленскийді кінәлады. Не болғанын түсіндірейін. Бұл туралы ақш президенттігіне кандидат Патрик Бет-Дэвидтің PBD подкастында мәлімдеді. Зеленский соғыс басталуына жол бермеу керек еді дейді ол. Оның айтуынша Украина президенті соғысты аяқтай алмағанына ғана емес, басталғанына да кінәлі. Ол соғысты бастауға көмектесті дейді Трамп. Енді Трамп осылайша Зеленский соғыста жеңіліп отыр деп тұжырымдады. Соғыс оты өршуіне Трамп Байденді де кінәлап өтті. Егер мен президент болсам, соғыс бастала алмас еді деп отыр. Бұл Трамптың Зеленскийге тиісе сөйлеген алғашқы жағдай емес. Бұған дейін де ол Зеленскийді жер бетіндегі ұлы саудагер деп те атаған. Өйткені оның ойынша Зеленский 2022 жылы соғыс басталғалы ақштан миллиардтаған долларға көмек сұрап, оны алған. Ал енді саяси сарапшылар Трамптың осы мәлімдемесінен кейін ол ақш президенттігі болып сайланатын болса, Украинаға ақштың көзқарасы түбегейлі өзгереді дегенді айтып отыр. Ал Зеленский Трамппен қыркүйекте сөйлескенде екі ғана жол бар екенін айтқан. Не Украинада ядро қаруы болу керек, не Украина НАТОға кіруі керек. Зеленский екінші жолды таңдадық деп отыр. Енді оқиға қалай өрбитінін әшкере телеграм арнасында жазып отырмыз, сілтеме профильде.